Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы координаттық түзу, қарама-қарсы сандар. Бүгінгі сабақта сіз координаттық түзудің анықтамасын білесіз, координаттық түзуді салуды үйренесіз, қарама-қарсы сандар ұғымымен танысасыз, қарама-қарсы сандарды координаттық түзуде белгілеуді меңгересіз. Сіздер 5-ші сыныптан координаттық сәуле ұғымымен таныссыздар. Яғни координаттық сәуле дегеніміз санақ басы О нүктесі берілген, ОА бірлік кесіндісі көрсетілген және де міндетті түрде бағытталған сәулені айтатынбыз. Ал координаттық сәуледе біз әдетте оң сандарды белгілейміз. Ал өткен сабақтан біз сіздермен теріс сандармен танысқан болатынбыз. Енді теріс сандарды координаттық сәуледе қалай белгілейміз? Ол үшін координаттық сәулені түзуге дейін толықтырамыз. Содан соң О нүктесінің сол жағын бірлік кесінділерге бөлеміз. Сонда бізде координаттық түзу пайда болды. Бұл түзудің, яғни О нүктесі санақ басы, ал ОА кесіндісі бірлік кесінді деп аталады. Сонымен координаттық түзу дегеніміз О нүктесі санақ басы болатын, берілген оң бағыты көрсетілген және бірлік кесіндісі таңдап алынған түзу. Ал енді координаттық түзуде оң сандар мен теріс сандарды қалай кескіндейміз? Координаттық түзуде О нүктесінің оң жағын оның оң бағыты деп айтамыз. Ал О нүктесінің сол жағын теріс бағыт деп айту белгіленген. Енді біз оң сандар мен теріс сандарды белгілеу үшін келесі нүктелерді координаттық түзуде кескіндейік. Бірінші Б нүктесі берілген, байқасаңыздар, ол О нүктесінің оң жағында орналасқан және де ол осы санақ басынан 3 бірлік кесіндіге тең қашықтықта орналасып тұр. Демек, Б нүктесінің координаты 3-ке тең. Жазылуы, яғни Б нүктесінің координаты 3-ке тең деп жазылады. Одан кейінгі нүкте С нүктесі. С нүктесі О нүктесінің сол жағында орналасқан. Яғни О нүктесінен 2 бірлік кесіндіге тең қашықтықта және теріс бағытта орналасқандықтан С нүктесінің координаты -2 болады. Келесі Д нүктесі. Д нүктесі де санақ басынан теріс бағытта орналасқан, яғни 4 бірлік кесіндіге тең қашықтықта, демек Д нүктесінің координаты -4-ке тең. Келесі Е нүктесі. Е нүктесі санақ басынан оң бағытта 5 бірлік кесіндіге тең қашықтықта орналасып тұр. Демек, Е нүктесінің координаты 5-ке тең. Осылайша F нүктесінің координатын анықтайтын болсақ, ол нүкте санақ басынан 6 бірлік кесіндіге тең қашықтықта теріс бағытта орналасқан. Ендеше F нүктесінің координаты -6-ға тең болады. Сонымен координаттық түзуде берілген нүктеге сәйкес сан осы нүктенің координаты деп аталады. Енді қарама-қарсы сандар дегеніміз не екен? Мысалы, 4 және -4 сандарын координаттық түзудің бойында нүктелермен белгілейік. Ол үшін координаттық түзу саламыз. Ондағы 4 санын белгілеу үшін санақ басынан, яғни О нүктесінен оң бағытта 4 бірлік кесіндіге тең қашықтықтағы нүктені табамыз. Ол 4 санына сәйкес, демек А нүктесінің координаты 4-ке тең болады. Ал Б нүктесі, яғни ол -4 санына сәйкес нүкте. Б нүктесі санақ басынан 4 бірлік кесіндіге тең қашықтықта, бірақ теріс бағытта орналасады. Енді байқасаңыздар, бұл екі нүктенің де санақ басынан ара қашықтығы 4 бірлік кесіндіге тең болып тұр. Демек, -4 және 4 сандарын біз өзара қарама-қарсы сан деп айтамыз. Сонымен қарама-қарсы сандар дегеніміз не? Бір-бірінен таңбаларымен ғана ажыратылатын сандарды қарама-қарсы сандар деп атаймыз. Мысалы, 49 және -49 сандары қарама-қарсы сандар болады. Сол сияқты 0,25 және -0,25 сандары да қарама-қарсы сандар. Тағы да мысалы 8-ден 3 және -8-ден 3 сандары да қарама-қарсы сандар болып табылады. Сонымен
Енді біз оң сандардың қарама қарсы сандары теріс сандар екенін анықтадық. Ал 0 саны ше? 0 саны өзіне өзі қарама қарсы сан болып табылады. Себебі біз минус 0 деген санды жазбаймыз. Яғни ол 0 саны тек қана бір сан. Сонымен біз қарама қарсы сандар таңбаларымен ғана ажыратылатын сандар екенін айттық. Енді минус а саны а санына қарама қарсы сан. Бұл жерде аның мәні кез келген сан болуы мүмкін. Яғни, мысалы, аның мәні 7-ге тең болсын делік. Онда а санына қарама қарсы сан, яғни минус а, минус 7-ге тең болады. Немесе аның мәні минус 13-ге тең болсын. Онда а санына қарама қарсы сан минус а, ол 13-ге тең болады. Ал енді минус а санына қарама қарсы сан, ол а саны болады. Керісінше біз бұл жерде, мысалы, минус 35 санына қарама қарсы сан 35-ке тең болады деп айтамыз. Ал енді осы айтылғандарға байланысты келесі тапсырмаларды орындайық. Координаттық түзу бойында белгіленген нүктелерді координаттарымен жазыңыз. Бізге координаттық түзу берілген және оның бойында бірнеше нүктелер белгіленген екен. Енді осы нүктелердің координаттарын анықтап көрейік. А нүктесінен бастайық. А нүктесі байқасаңыздар, О нүктесінің оң жағында және осы О нүктесінен, яғни санақ басынан 2 бірлік кесіндіге тең қашықтықта орналасқан екен. Демек, А нүктесінің координаты 2-ге тең дейміз. Келесі Б нүктесі. Б нүктесі керісінше О нүктесінен теріс бағытта, яғни 2 бірлік кесіндіге тең қашықтықта және теріс бағытта орналасқандықтан Б нүктесінің координаты минус 2-ге тең болады. Келесі С нүктесі. С нүктесі О нүктесінің оң жағында және де ол О нүктесінен 3 бүтін бірлік кесіндіге және де 3 пен 4-тің арасындағы жарты бірлік кесінді, яғни С нүктесінің координаты 3 бүтін 5-ке тең. Келесі Д нүктесі. Д нүктесі де О нүктесінің оң жағында және одан 6 бірлік кесіндіге тең қашықтықта орналасқан. Демек, Д нүктесінің координаты 6. Келесі Е нүктесі. Е нүктесі санақ басынан сол жақта орналасқан. Демек, Е нүктесінің координаты минус 4,5 болады. Және де соңғы F нүктесінің координатын анықтау үшін қараймыз, яғни ол О нүктесінен теріс бағытта және де ол осы санақ басынан 6-ға тең бірлік кесіндік қашықтықта орналасқан. Демек, F нүктесінің координаты минус 6-ға тең болады. Келесі тапсырма. Координаттары берілген нүктелердің координаттарына қарама қарсы сан болатын E, F, K, L нүктелерін белгілеңіз. Яғни бізге координаттық түзуде А, Б, С, Д нүктелері кескінделген екен. Енді біз осы түзуде осы нүктелердің координаттарына қарама қарсы болатын нүктелерді белгілеуіміз керек. А нүктесінен бастасақ, яғни А нүктесінің координаты минус 5. Минус 5 санына қарама қарсы сан 5 болады. Демек, Е нүктесінің координаты 5. Келесі Б нүктесін қараймыз. Б нүктесі О нүктесінен бір бірлік кесіндіге тең қашықтықта орналасқан, яғни оның координаты 1 болады. Енді осы координатқа сәйкес сан, яғни 1-ге қарама қарсы сан минус 1. Демек, біз F нүктесін түзудің бойында координаты минус 1-ге тең нүктемен саламыз. Сонда F нүктесінің координаты минус 1 болады. Келесі С нүктесі. С нүктесінің координаты 2,5. Осы 2,5-ке қарама қарсы сан минус 2,5. Демек, К нүктесінің координаты минус 2,5 болады. Және 4-ші нүкте ол бізде Д нүктесі. Д нүктесінің координаты байқасаңыздар минус 4-ке тең екен. Минус 4-ке қарама қарсы сан ол 4. Ендеше Л нүктесінің координаты 4 болады. Келесі тапсырма. X-ті табыңыз. Бізге бірінші берілген минус X-тің мәні 8-ге тең. X-ті табу деген сөз, яғни осы минус X-ке қарама қарсы санды табу. Сонда X-тің мәні минус 8-ге тең болады. Келесі,
минус х минус 47-ге тең екен. Яғни біз бұл жерден минус х-ке қарама қарсы сан х-тің мәнін табамыз. Сонда х-тің мәні минус 47-ге қарама қарсы сан, яғни 47 болады. Келесі, минус х-тің мәні минус 32,5-ке тең. Бұл жерде де біз х-тің мәнін минус 32,5-ке қарама қарсы сан ретінде аламыз. Яғни х тең болады 32,5-ке. Және де соңғы минус х-тің мәні 9,2-ге тең екенін көріп тұрмыз. Бұл жерден х-тің мәні минус 9,2-ге тең болады. Келесі тапсырма. Тура теңдікті анықтаңыз. Яғни берілген теңдіктердің ішінен қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықтаймыз. Бірінші теңдікті тексерейік. Бірінші теңдікте минус 15-ке қарама қарсы сан 15-ке тең делінген. Тексереміз. Дұрыс екен. Өйткені минус 15-ке қарама қарсы сан біз білеміз 15-ке тең болады. Келесі теңдік 22,5-ке қарама қарсы сан 22,5. Тексереміз. Дұрыс емес. Өйткені плюс 22,5 оған қарама қарсы сан теріс сан болу керек. Ал бұл жерде оң сан делінген. Келесі теңдік минус 30-ға қарама қарсы сан минус 30-ға тең. Тексереміз. Дұрыс емес. Себебі минус 30-ға қарама қарсы сан оң сан болу керек, яғни 30-ға тең болу керек. Ал бұл жерде теріс санға тең екенін көрсетіп тұр. Келесі теңдік плюс 0,9-ға қарама қарсы сан минус 0,9. Тексерейік. Дұрыс екен. Өйткені оң санға қарама қарсы сан теріс сан болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен координаттық түзудің не екенін білдік. Оң сандар мен теріс сандарды координаттық түзуде кескіндей алатын болдық. Және де біз қарама қарсы сандардың қандай сандар екенін анықтадық. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.